Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода 2013 жылғы боевик жанрындағы выпускник киносына тоқталып шолу жасайтын боламыз. Сары бала YouTube арнасына тіркелем және таратамыз. Видеоның соңына дейін көріп, өз бағаңызды беруді ұмытпа. Ал біз видеоны бастаймыз. 2009 жыл Сеул. Солтүстік кореялық агент Леон Хо тамақтану үшін Хон Чук Сун атты әйелдің дүкеніне келеді. Осы әйелде Солтүстік Корея билігіне жұмыс жасайтын. Оңтүстік Корея жеріндегі операциясын аяқтап, еліне қайтар кезде оған бір топ полицейлер шабуылдап, қоршауға алады. Леон Хо қару алайын деп жатқанда қимыл жасайды, оны снайпер атып өлтіреді. Агенттің екі баласы Мён Хун мен Хэ Инді сатқынның отбасы деген жазамен Солтүстік Корея билігі оларды түрмеге жабады. Полковник Му Сан Чхоль Мён Хунға түрмеде өзін және де қарындасын шығарудың ұсынысын айтады. Ол үшін солтүстік кореялық агент болу қажет. 2 жылдан соң үлкен аю атты 35 бөлімнің солтүстік кореялық агенті Сеулде басқа 8 бөлімнің агентін жоя бастайды. 19 жасар жігіт Мён Хо оңтүстік Кореяға келіп, өзіне Кан Дэ Хо атты жаңа есім алады. Билікке жалған ақпарат беріп, өзін босқын және де жетім екендігін айтады. Жігіт осында жаңа жанұясын күтіп тұрған еді, және оларда солтүстік кореялық тыңшылар болатын. Мён Хо өзінің жалған жанұясын 8 бөлімнің тыңшысы екендігін жеткізеді. Әкесі оған жұмыстарына кедергі келтірмеуін ескертеді. Ол жұрттан жасырыну үшін жақын маңайдағы мектептің бітіруші сыныбына орналасады. Жігіт сыныпқа келіп, соңғы партадағы Ли Хе Ин атты қыздың жанына отырады. Қоңырау соғылған соң, бұған осы сыныптың бұзықтары келіп тиісіп бастайды. Бірақ Мён Хо да қарап тұрмай бір үркітеді. Бұлар оны шатырға шығарып, бір шапалағын беріп, қалтасындағы бар ақшасын алып қояды. Мён Хо да өзін ұстап бермешін, барынша шыдау керек болды. Бірақ бұлар онымен қоймай, оның отбасының суретін алғанда, ол суретті жұлып өзіне қайтарады. Бақытына орай осы сәтте сынып жетекшілері келіп, барлығын қуып жібереді. Бұл уақыттарда үлкен аю 8 бөлімнің агенттерін шетінен қырып келе жатты. Жігітке телефон салынған қорап жеткізіледі. Хабарласу арқылы ол полковниктен үлкен аюды өлтіру деген бұйрық келеді. Кондитерлік дүкеннен Дэ Хо ішіне қару жас мектепке қайта оралса, жаңағы жігіттер оның партыласы Хэ Инді мазақ етіп үстіне мусор жаудырып жатыр екен. Жігіт қызға келіп үндемей жай ғана мусорларды салуға көмек береді. Музыкалық бөлмеде Дэ Хо қарындасы екеуінің пианинода ойнаған сәтін еске алады. Ал осы кабинетке келгенде Хэ Ин би-билеп үйрене бастайды. Және мазақ қылған сыныптастар да осы сәтте кадрға ілінеді. Бұл сөздерді естіп тұрған Дэ Хо көмектескісі келсе де шарасыз болатын. Жігіт кезекті тапсырма кезінде 35 бөлімнің қасапшы образындағы кезекті агентіне келіп, үлкен аю жайлы мағлұмат алады. Соңында ол да қолына пышағын ақсайтып, Дэ Хоға атылады. Және өзі сол пышақтан кетеді. Осыдан соң үлкен аюдың көлігін тауып алып, жол бойы аңдумен болып, бір сәтте оның дөңгелегін жарып аварияға түсіреді. Оқиға орнына көптеген адамдар жиналғандықтан Дэ Хоға кету қажет болады. Келесі күні Дэ Хо бұзақы жігіттердің қызды қалай жұлқылап, химия кабинетінің жандағы лабораторияға апара жатқандығын көреді. Олар қыздың бар ақшасын алып, киімін жыртып тастайды. Осы кезде Дэ Хо келіп барлығына бір ударын беріп шығатты, қызға пиджагын береді. Келесі күні қыз белгісіз себептен мектепке келмейді. Мектеп асханасындағы Дэ Хо бұзақы жігіттерден Хэ Иннің жұмыс орнын анықтайды. Онда барса олар да қызды жұмыстан шығарған екен. Әйтеуір деп жүріп жігіт қызбен кездесіп өзінің пиджагын алады. Қыз шашын бояп қысқартқан екен. Қыз жаңа жұмысқа қабылдану үшін ағасы бола тұруын өтінеді. Оның өтінішін қабылдайды. Қыздың айтуынша оның ата-анасы жоқ және де ол енді өзін асырау керек болған. Бұл жағдай Дэ Хоға таныс секілді. Күні бойы бірге уақыт өткізіп жақын араласады. Ал үлкен аю болса Дэ Хо жайлы ақпараттармен танысып, оның үйін тауып алып, жалған ата-анасы болып жүрген адамдарды ат тастайды. Онымен ғана қоймай бар байлығын алып жандағысына береді. Үйге келген сәтте әкесінің өлгенін көреді. Ал төрдегі бөлмеге кіргенде шіреніп отырған үлкен аю. Ол Дэ Хоға шабуылдап төбелес басталады. Бастапқыда оңай жеңетін болып көрінгенімен, мынауың осал емес екен. Бір-бірімен соққы алмасқан соң Дэ Хо оның пышағын өзіне пайдаланып шаруасын тындырады. Мәйіттерді қалдырмас үшін газ құбырын кесіп үйді жарып жібереді. Дэ Хо миссиясын орындап біткен соң еліне оралуды жоспарлайды. Фильмнің басындағы тамақтанатын жерге барған соң ол жарақатының салдарынан талып қалады. Осы кезде оңтүстік кореялық агент Ча Чон Мин өртенген үйдің істерімен айналысуды шешеді. Іздестіру барысында Дэ Хо оқитын мектептің формасы табылады. Ол Дэ Хо жайлы барлық ақпараттарды біліп алады. Чон Сук Дэ Хоға емделуіне көмек береді. Жігіт өзінің жанұясының фотосын оған көрсеткенде сатушы бірден оның агент әкесін танып қояды. Ертесіне жігітке тағы да бір телефон жеткізіледі. Полковник Дэ Хоға соңғы тапсырмасын айтады. Егер ол оны сәтті орындаса, әпкесін босататындығын айтып қуантады және де оның видеосын жібереді. Тапсырма бойынша оның жалған жанұясының үйінен ұрланған бриллианттарды қайта қолға түсіруге тиіс болады. Жігіт ұрланған бриллианттардың сатылымы болатын жерге келеді. Ол осы жерде бірнеше адамдарды оңай өлтіріп бриллиантты қолға түсіреді. Жұмысы біткен соң киім алып, оны сатушы Чон Сукқа сыйлайды. Кетерден бұрын Хи Ин мен енді көріспейтіндігін біліп қоштасады. Кешкісін оны алып кететін кеме келеді.
Оны алып кету керек. Жүргізуші кенеттен Дехоға пышақ тығып, өз сөздерінде ешқандай солтүстік кореялық агент тірі қайтпайды деп оны лақтырмақ болғанда, жігіт жүргізушінің өзіне пышағын тығып суға лақтырады. Кореялық әскерилер барлық 8-ші бөлімнің агенттерін ұстайды. Дехо қайта Чонсукқа оралуды шешкенімен, оған полицейлер келген екен. Оның пышақпен жүгіргенін көрген полицейлер қару қолданып оны ат тастайды. Амалсыздан ол Хэ Ин қыздың үйіне келеді. Ал теледидарлардың барлығында ол жайлы іздестіру шаралары жүріп жатты. Жігіт қызға кесірін тиіп кетпесін деп кетейін дегенімен, Хэ Ин өзі оған жасаған көмек үшін қалуын өтінеді. Қыз дүкенге сыртқа шыққанда оны Чонмен кезіктіріп сұрақ қояды. Себебі мектепте Дехомен жақын араласқан сол ғана еді. Қыз Дехоны көрмегеніне көп болғандығын айтып құтылады. Чонмен қажет болғанда хабарласа деген ишарамен кетеді. Полковник Мун солтүстік Кореяға Дехоны қарындасымен келеді. Оның мақсаты Дехоны өлтіру және де сонда қалған бриллиантты алу еді. Полковник Дехомен байланысқа шығып, қарындасымен бриллиантты айырбастауды ұсынады. Осы әңгімені сырттай Хэ Ин естіп тұрған еді. Жігіт кетерінен бұрын қызға хат жазып бастайды. Хатында егер мен қайта келмесем, қарындасымды өз қамқорлығыңа ал деген сөздер жазылады. Жігіт шын уайымдаған Хэ Ин бұл жайттарды Чонменге хабарлап бар шындықты айтады. Кездесу күні келді. Полковник оның қарындасының көлікте екендігін көрсетеді. Жігіт бриллиант толы қалтаны алып шықты. Оны басқа кореялық нысанға алып отыр. Осы кезде оңтүстік кореялық агенттер пайда болып, оларды ата бастайды. Екі жақта атыс кетіп, әпкесі отырған көлікте кете барады. Оны полиция құрықтайды. Ал Дехо мен полковник қашып үлгереді. Ал осы кезде басқа солтүстік кореялық агенттер де Хэ Инді қолға түсіреді. Олар Дехо мен байланысқа шығып, қызды бриллианттарды бермесе ендігіде көрмейтіндігін айтады. Дехо агент Чон Минге солтүстік кореялықтармен кездесу орнынан айтып осыдан өткен соң полицияға берілетіндігін жеткізеді. Және сол арада қарындасының дауысын естуге мүмкіндік алады. Бөлмешіндегі қызды көргеннен соң Дехо бриллианттарды аспанға лақтырып, жандағына ат тастайды. Осы кезде иығына оқта тиіп кетеді. Бөлмешіндегі қоршауда қалған соң бомба салынған сөмкесін газ баллондарының жанына лақтырып, бұл жерде жарылыс алаңына айналдырады. Енді бұл жерден кеттік па дегенде, оның жауларының бірі ұстап қалады. Осы кезде келген Чон Мин көліктен түсіп, Дехоны ата бастайды. Жігіт өзінің арқасында жатқан жаяу денесімен тұмшалап аман қалады. Кейін ол Чон Минді атады. Бірақ өзі де ішіне оқ тигізеді. Жараланған Дехо көлік ішінде сыныптасының қолында қаза табады. Осыдан соң Хэ Ин оның қарындасын босатып, өзімен бірге алады. Достар, бүгінге осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде бағалап, фильм жайлы пікіріңізді комментке жазып кетіңіз.